Сайрагүл үйінің ортаншысы болды. Алдында әпкелері мен інілері бар. Бірақ әке-шешесін бар баласын тең өсірді. Дегенмен, Сайрагүлді ауыл адамдарына дейін осылай айтатын. Өзге балаларға қарағанда бөлектеу еді. Қойлы ауылдың шаң топырағында өскен қыз, өсе келе өзін ауылдағы нөмірі бірінші ару деп есептейтін іштей. Себебі шешесі күнде таңертең тұрғанда Сайрашқа қарап тұрып, «Қызым, әпкелерің сияқты ертең сен де бой жетесің. Әңгір-түңгір мінезіңді қойып, бетіңе тегін қаймақты жақсаңда кішкене қыз қалпыңа кел» дейтін. Осы сөз жанына батты ма, әлде шынымен қатарластарының алды болғысы келді ме? Күнге қақталған бетіне қаймақ жағып, жаз бойы жалаң жүрген аяқтарының өкшесіндегі күсіне дейін таспен ысқылап, әлем ауруына барардай дайындала бастады. Сабаққа баратын уақыт жақындады емес пе? Сыныптастарының алдында қалаға курортқа демалуға барғандай болу үшін 10 күн үйден шықпай, күнге күймей, деп қараңғы бөлмеде жатып, бар жұмысы бетіне қаймақ жағумен жарылған өкшесін ысқылау болды. Сөйтіп Сайраш ойша өзін күннен күнге бақшада уылжып пісіп тұратын қып-қызыл алмаға теңеп, сыртым сып-сұлу, ішім одан сайын тәтті, ауылда менен асқан сұлу жоқ деп есептеді. Өйтпегенде ше, сыныптың старостысы мектепте кештерде Сайрашсыз өтпейді. Тіпті басқа балалар мектеп директорының кабинетінің жанынан өтуге қорқатын болса, мұғалімдері де Сайраштан үлкен ғалым, мектептің ғана емес ауданның атын шығарар тұлға болады деп сенім артты. Не керек? Тұлымшағы желбіреп танауы пұштиған қара қызда солай бойы жетті. Мектептің соңғы жылы болғасын биыл Сайраш ерекше көңіл күйде жүр. Әкесінің айтуынша 11 сыныпты жақсы бағамен бітірсе, қалаған оқуына жібермекші. Сайраш кешкі ұйқыға жатарда біраз қиялына ерік береді. Мына тұрған сары бұлаққа аудан орталығы, табаны әзер тиетін өзін келесі жылдан бастап ару қала Алматыдан көретін. Алматы дегеннің суретін көргені болмаса түсіне де кірмегенді. Арасында ауылдың, одан қалса көрші ауылдың бірен-саран жігіттерінің сөз айтқандары бар еді. Әкесінің қалаған жеріңе барасын деген сөзі қатты қанат бітіріп жіберді ме? Биылдыққа жігіт атаулыға көз қиығын салмақ тұрмақ. Амандасуға да жарамай қалды кербезіміз. Жанына жуып кеткен жігіттерге, мен сенделерге тұрмысқа шығып, етегімді сиырдың боғына былғап, таң атпай сүт пісіріп, құрт қайнатып, одан қалса шетінен бала туып, азып тозып отыратын ауылдың қатыны бола алмаймын. Менен басқа да ауылдың қыздарып толып жатыр. Тіпті сенделерді қазірден бастап күтіп отырғандары бар. Соларға барыңдар. Мен Алматыға кететін адамын. Тәкішті менімен алысырақ жүріңдер дейтін. Оның ойша қиялында әсем қалада. Сайрашым, Сайрагүлім менің, сені ғана күттім. Мен сені бақытты ету үшін барлығын жасаймын. Жаным нені қалайды? Деп тұратын шашы бүйралау келген, қара торының әдемісі, қыр мұрынды бір бастықтың баласы тұратын. Осыдан Алматыға кетейін, желкемнің шұқыры көрмес осы май топырақ ауылды дейтін. Фу, қойларының құмалағының иісі қандай жағымсыз еді. Мен шыдай алмаймын мына ауылда. Отағасым, біз тезірек кетейік Алматыға. Мен бір күн болмай қарайып кеттім, күнге әптен күйдім. Ауасы даласы екен, маған шаң жұтуға болмайды деп, екі иығындағы инағашымен бұлақтың басынан су әкеле жатып, күбірлеп сөйлесетін. Қиялы сұмдық ұшқыр еді ау. Әкесі айтса кез келген нәрсені орындайды. Бірақ сабақ жағы қалай болар екен? Сыныптың старостысы болғанымен сайраған қызыл тілінің арқасында өтірік бестікті сықитып алып келді осы уақытқа дейін. Алматыға оқуға барғанда ауылдағы Жармағанбет ағайы, не болмаса Күләш апайлары жоқ қой ол жерде. Емтихан тапсырарда қалай болар екен? Сол жерін ойласа Сайрагүлдің денесі түршігіп, мазасы қашатын. Не болса да әкемнің бар қойын саттырсам да, биыл оқуға түсемін деп, өз-өзін алдарқатып қояды. Мамырдың мамыражай күні туып, Сайрагүл де өзінің алтын ұясымен қоштасар сәтке жетті. Өзінің ойынша барлық мұғалімдер Сайрашты қимай қоштасу кешінде бұған арнап жылап, тұрып тілек айтатын шығар. Көз алдына химия пәнінің мұғалімі Роза Әбдіқарова елестеді. Бітіру кешінде ол бұлай сөйлеу керек. Мектебіміздің бетке ұстары, барлық қоғамдық жұмыстардың белсендісі, өзі сұлу, өзі алғыр оқушымыз Сайрагүл Сарышеваның мектебімізді бітіріп,
жаңа өмірге қадам басып бара жатқанына бір жағынан қуанып, бір жағынан қайғырып та тұрмыз. Енді мектебіміздің атын шығаратын осындай үлгілі оқушыларымыз бар ма екен? Әрине жоқ. Мен кетсем мектептің бір қабырғасы құлап қалмаса да, мен сияқты мектептің барлық тірлігін бітіріп жүретін ешкім болмайды. Не болса да шаруам жоқ, Алматыға кетем өзім деп, тағы да қиялдап мектеп мұғалімдеріне мүсірке қарады. Бірақ мұның бәрі Сайраштың ішкі ойы мен қолдан құрастырған қиялы. Қайта мұғалімдер бұдан құтылғанына қуанады. Өйткені бетіне қарап сөйлегеннің бетін тіретін кесапаттығына мұғалімдер де тоқтау сала алмаған. Не керек? Сайраш куәлігін алған күні ертесіне жолға жинала бастады. Әпкелерінен қалған қысқа юбкасы мен желбіретек жібек көйлектерін шабаданына салып қойды. Алматыға ертең жүретіндей тынымсызданып әкесінің «Қызым, жолға шығамыз» деген сүйінші сөзін естуін Құдайдан мың қайтара тілеп, іштей жалбарынып жүр. Қырсық шалғанда Сайраштың оқу бітіргенін күткендей, 90 қатының толғағы қатар келіп, екі әпкесі де тұрмысқа бірдей қашып кетті. Аңырап шешесі қалды, екі қызына өкпесін артып. Әкесі бар ашуын шешесінен алып, қатынын қамшының астына алды сол кезде. Түпкі бөлмеде жер тепкілеп, екі әпкесінің бақытты болуын емес, өзі сияқты көзінен сорасы ағуын тілеп, Сайраш отырды. Өйтпегенде, бір жыл бойы армандаған Алматысына баруына балта жабылды емес пе? Күтіп тұрған бұйрабас жігіті, пойызға отырып көрмеген адамның бірден ұшақпен келіп, ауылдың төбесінен қонатыны. Бәрі көзбен бұлбұл ұшып жатты. Кім кінәлі? Әрине осы үйдегі бай сыраған екеуі. Әкесі мұны өлсе де жібермейді енді. Бар мақсаты мұратының күл талқанын шықты. Әкесі ашуланғанда айлап арақ ішетіні тағы да бар. Арақ ішті дегенше Сайраш биыл оқуға тапсыруға бара алмайды деген сөз. Не істеу керек? Сайраш сол күні осы үйден қашып кеткен екі қызды әлемдегі ең сұмырайлардың көш басына қойып, олардың тойларына да бармаймын, қара беттерді көргім келмейді деп, жатып ұйықтап кетті. Түс көрді. Түсінде жармаған бет ағайымен Күләш апай бұған келіп, сол керек саған. Мектепте айтқан тілді алмай, қан қақсатын кедің. Енді ана ауылдың шетіндегі Орынбайдың 38-ге келіп үйленбей жүрген қанатына тұрмысқа шығып ал. Әпкелеріңнен қалма. Мектептегілердің бәрін менсінбей кесапаттанатын едің. Орынбайдың бәйбішесінің шай тамағын дайындайсың енді. Деп жатқанда, қара терге малшынып шошып оянды. Ата, қорасаздан шақырып, қойлардың маңыраған даусы естілді. Таң бозарып келеді екен. Өз түсінен өзі ширкеніп, шешесі жатқан бөлмеге барды. Шешесі әлде қашан сиыр сауып, қойды өріске айдауға дайындалып жатыр екен. Апа, осы анау ақсақ Орынбайдың әйелінің аты кім еді? Деді. Таң атпай айдалада Орынбайдың әйелін сұраған түсінбеген шешесі оған мән бермегендей. Сибашқа бірдеңе болып па? Неге сұрадың таң атпай? Түсіңде көрдің бе? Сибашты деп әрі қарай қойларды өріске айдап кетті. Сол бірдеңе болса дұрыс болар еді Сибашыңа. Мен барғанша көзін құртса жақсы еді сол үйден қақшаңдамай деп, оң жағына бір, сол жағына бір қарап, түкіріп, жерден құм алып, өзін ұшықтап жіберді. Кететін қыздар кетті, енді қалайда Алматыға барудың жолын қарастыру керек. Әкесіне айтудың еш пайдасы жоғын біледі. Әкесі таңертең ауыл советтің жанына жиналатын қызыл бөріктілердің жанына қосылғаннан кешке сылқия тойып, бірақ оралады. Түс мезгіліне таман самаурынға шайды қойып, ас мәзірінде өзі дайындамақ ниетпен шешесіне келіп, апа, сіз шаршаған шығарсыз. Бүгін барлығын өзім дайындайын. Отырып дұрыстап тұрып шай ішейік. Сіз демала беріңіз, болмаса Орынгүл апаға барып, бір ауық әңгімелесіп келіңіз. Орынгүл көршінің әйелі. Түскі асқа ол кісіні де шақырыңыз деді. Сылқым қызынан мұндайды күтпеген шешесі таңырқап қалып, ернін сылп еткізіп Сайрашқа, осының бәрін мұна сен айтып тұрсың ба? Дегендей күмәнді көзбен қарады. Алдындағы екі әпкесі барда біздің Бекеш көп аса үй тірлігіне араласпайтын. Әдемі көйлектерін киіп алып, ауылдақ автоклубтың маңы мен мектептің арасында сән әлемінің қаншайымдай көтеріліп жүретінде қоятын. Арасында ауылдық кітапханаға барып, кітап оқығандай болып, кітапханашы апайдың сиясы кеппеген
өсектерін тыңдап қайтатын. Бар жұмысы осы еді. Қызының бүгінгі риясыз мейірімділігімен, шексіз сүйіспеншілігіне таңырқағаны да сол еді шешесінің. Түс әулетіне жақын буы бұрқыраған қуырылған картоппен ыстық самауырынды шешесінің алдына қойды. Бар өнерін салып ынта шынтысымен кіріскен еді расында. Шешесінің мақтау сөзін естігісі келіп, үнсіз сыпайылық танытып, сөз кезегін күтіп отырды. «Иә, қызым, мынауын көптен бері жасаған оңды ісің болды. Әпкелеріңе сеніп, осы қызым олақ боп қалмаса болар еді деп жүретімін. Сөйтсе, сен бәрін біліп, сыртта үйреніп жүр екенсің ғой. Шей сындырып жібермесем болмас. Бірдеңенің басын бастағың келіп тұр-ау шамасы. Бастай бер, құлағым сенде» деді. Шешесінің кейде қыршыңқылығы ұстап шағып сөйлейтін әдеті бар болатын. Дәл сол қасиет анасының сүтімен Сайрашқа да мықтап дарыған. «Мама, байдан өлгенде ана екі қызың кетті. Мен де олардың артынан кетпейтін шығарым енді. Әкем марқұм, арақ ішіп кеткенде әкесін солай айтады. Менімен шаруасы жоқ. Алматыға оқуға апарам дегенін ұмытқанын жоқ әлі. Бұл жүрісімен әкем қыздарын жоқтап жүріп, мені мына тұрған Сарыбұлақтағы техникумға да апармайтын шығар. Не істейін? Жүгімді арқаланып алып, өзім кете берем бе? Уақыт таяп қалды, класстарымның бірсыпырасы кетіп жатыр қалаған жерлеріне. Мен де ел қатарлы бағымды сынап, білімімді көрсетуге шамам келетін шығар. Алматы дегенге пойыз апарып тастаса, әрі қарай көре жатармын. Әкем ауыл советтің алдындағы күнде жиыннан қолы тимесе амал жоқ, өзім кете берермін. Абутуренттерге әпшейте береді дейді ғой, барсаң. Алармын, жатармын сонда. Оқуға түскесін қала берем ғой ақыры деп жатқанда шешесі көзімен аларып бір қарап. Бірден Алматыдан күйеуіңді тауып сенде кетсеші? Сәпсім қиялдап кеттің. Осы жерден тұра тұр. Алматыда сені біреу күтіп отыр ма? Осы? Қай туысыңды жағалып барасың? Адасып өлерсің ол жаққа барып. Әкең сені апаратын шамада емес. Оқуға түсіретін ол жақта институтты басқарып отырған нағашың бардай сөйледің-ау. Ақшасын, оны мұнсын бермесең таныс адам болмаса сен бекерге барасың. Кімің бар ол жақта? 1 жыл бойы күнде барып келдің ғой осы Алматыға. Тойған шығарсың. Әкең сені тірі тұрса жібермейді енді. Мен де қарсымын осыныңа. Кетті әне, оқытып шоқытамыз деп, барымызды аузына тосқан екеуі. Бір күнде жанталасып, байсыз қалардай қашып кетті. Ең болмаса сен көз алдымызда жүр айналайын. Сарыбұлақтағы техникумға барып тапсырасың. Аштан өлмейсің, бәрі оқып жатыр. Қолыңа қағаз алып шықсаң жетер, техникумға түсетін білімің де бар. Ешкімге ақы төлеп, тамыр-тамыз жағалап, әуре болмаймыз. Менің атар ақылым осы, әкеңсіз-ақ ертең барып құжат тапсырам десең де, қарсылығым жоқ. Техникумыңды бітіріп алғасын, әрі қарай көре жатарсың. Жақын жерден каникулда үйге келіп тұрасың. Ет өлген жерге жібергім келмейді сені. Осыған көнсең барасың, болмаса ол да жоқ. Ауылда мектепте пол жусаң да жұмыс табылады. Таңда өзіңде деп кесіп айтты. Шындығында бұл үйде әкесі қатал болғанмен, барлық мәселенің түйінін шешесі шешетін. Шешесі айтылған сөз орындалады. Орындалмаса мүлдем қайта қозғалмайды ол тақырып. Сайраштың ұнжырғасы түсіп, әуреленіп ақ тер көк тер боп, күннің астында самауырын қайнатқан еңбегі еш кеткендей. Күйге ұшып өз бөлмесіне барып, тұншықты да қалды. Болды, бітті. Алматы қош бол. Қыркүйекке жақын Сарыбұлақтағы кілең ығай-сығайлар жағалап жүретін аудандық техникумның жатақханасының алдында Сайраш сұлуда тұрды сызылып. Жан-жағында өзі сияқты ауылдардан келген қыз жігіттер. Жатақхананың 13 бөлмесінен орын алып, көрші ауылдан келген Гүлден екеуі бір бөлмелес боп шықты. Гүлден де өзі сияқты кез келген тақырыптағы әңгіменің басын қалт жібермейтін қағылез екен. Бірінші күннен ақ өздері туған шаң тапырақ ауылдарынан аудан орталығына келгендеріне Құдайға мың шүкіршіліктерін айтып, арасында арман мақсаттары бір боп тез тіл табысып кетті. Қысқы каникулда жазда ауылдарына бармай, аудан орталығын гүлденуіне атсалысып жұмыс жасаймыз деп, 1 жылдық жоспарларында құрып қойды. Сол күннен бастап жан құрбылар жатақхананың да техникумның да жауқазындарына айналудың басты мақсат етіп шешті. Оқу жылы басталысымен-ақ жатақханада жастардың танысу кеші болатын болды. Әрқайсысы әлемнің әр қырынан келгендей, топырлап жиналып,
бір-бірімен танысып, өздерін таныстырып жатыр. Кезек Сайрашқа келді. Менің есімім Сайрагүл, фамилиям Сарышева. Бірақ ауылдастарымның барлығы еркелетіп Сайраш деп кеткен. Алматыға оқуға түсіп тұрған жерімнен өзім қайтып келдім. Даңғазасы көп екен, ұнамады. Бір жағынан ауданымыздың гүлденіп өркендеуіне өз үлесімді қосқым келді. Алматыдағы өзімен бірге оқуға тапсырғандар да ұнай қоймады. Құжаттарымды алдым да ауылға қайттым деп соғып жіберді. Жұрттың бәрі сыбырласып жатқан жерден үнсіз тоқтап қалды. Мынаның есі дұрыс па өзі дегендей жым-жырт болды. Иә, солай жасадым. Ақмақ емеспін, туған ауылымнан артық жер жоқ екенін ерте бастан түсінгеніме өкінбеймін. Әркімнің өз туған жері жұмақ екенін мекені деген қой. Сендер сияқты жерлестерімді қалай қиып кетем деп өзі қолын шапалақтады. Оған қарап отырған басқа студенттер «Жарайсың, Сайраш» дегенде ду ете қалды. Осымен танысу кеші аяқталды. Айналасының бәрі Алматыға оқуға түскен қыз осы деп сыртынан әңгімелетіп жүретін болды. Бұл да Сайраштың басқалардан ерекшеленгісі келуінің бірі сипаты еді. Жатақхана мен техникумда Сайраш сұлу боп, сылаңдай басып, небір жігіттер қауымының көз құртына айнала бастады. Ендігі мақсаты мұғалімдердің тілін табу. Өйткені мектепте барлық мұғалім, тіпті директорға дейін біздің Сайраш деп асты үстіне түсетін еді ғой. Бұл жерде де біздің Сайраш сұлу болу керек екенін ұғынды. Шыдай тұр Сайраш, ол күнде алғыс емес деп өзіне серт берді. Бұл жоспарын іске асыру үшін алдымен топтың старостасы болып сайланып алды. Мұғалімдерге жақындаудың алғашқы қадамы жасалды. Сөйтіп жүріп қай мұғаліммен қалай сөйлесу керек екенін зерттеді. Оң жамбас ыңғайына келмей, мұның тәтті сөздеріне сене қоймайтын қаталдауларымен басқаша сөйлесу керек екенін түсінді. Сымиян ойы оларға басқаша жоспар ұсынды. Ол туралы кейінірек. Айналасы бір айдың ішінде ауылдан келген студенттердің кішігірім отырыстары Сайрашсыз өтпейтін халге жетті. Күнде той, курстастары, жалпы техникумдағылар Сайраш сұлу дегенге Тойгүл деген атақты қосып берді. Техникумның бешірлерін Сайрашсыз елестету мүмкін еместі. Шақырылмаған бешілер болса, той иелерін бүкіл техникумға, одан қалса жатақханадағыларға жамандап масқарасын шығаратын. Ең сорақысы ұрсып қалған, көңіне жақпаған қыздардың жігіттерімен екеуінің арасына от салып, қалайда ажырастырып тынатын. Оның барлығын жанындағы Гүлден екеуі түнімен ақылдаса отырып, гитлерлік жоспар бойынша іске асыратын. Соған көп қауым сенетін де. Өйткені Сайраш өте білімді. Алматыға білімі жетіп тұрып техникумды таңдаған. Топтың старостасы жатақханада барлығына беделді. Не керек? Бар жоғы 4-5 айдың ішінде Сарыш атаның немересі оқу ордасындағы студенттердің ортасында беделді тұлғаға айналды. Бір қызығы Сайраш сұлу өзінің туған ауылы туралы ешкімге тіс жармайтын. Ол құпиясын жанындағы Гүлден де білмейтін. Өзінің мұғалімдерді игеру жұмысына белсенді түрде кіріскен Сайраш семестр жақындағанда техникумдағы ең қатал Мұзафаровты қақпанға түсіруді көздеді. Онысын Гүлденге айтты. Екеуі тамаша идеяларын жүзеге асыру үшін түстен кейін Мұзафаров отыратын аудиторияға келді. Мұзафаров жасы 60-тан асса да, осы техникумның іргетасын қалаушылардың бірі ретінде техникум директорымен тең дәрежедегі беделді ұстаз еді. Есікті тықылдатып кірген Сайрагүлге Мұзафаров көзілдірігін астымен бір қарады да, иегін қайқаң еткізіп, неге келдің? Айта бер деген ишарасын білдірді. Сәлеметсіз бе ағай? Мен сізбен жеке сөйлессем. Сіздің сабақтарыңыздан көп қалып қойып, сынақтарды тапсыруға қосымша тапсырмалар берсеңіз деп келдім деді. Қырсыққанда Мұзафаровтың сабағы таң атпай бірінші болатын. Той-тойлап көккөлетіп келетін Тойгүл апамыз оған үлгере алмай қалатын. Сынақ емтихандар жақындағанда ол солардың орнын толтыру үшін бүгін өз жоспарымен келген еді. Әй, Сарышева, сен маған не бетімен келіп тұрсың? Коридорда көргенде тайраңдап өтесің, танымаған адамдай. Сабаққа келмесең де осы жерде жанымнан жүз өтіп жүріп, сәлемдесуге жарамай қалып, сынақ жақындағанда есіңе түссін бе? Саған сабаққа келмегенің үшін қазір-ақ сынақсыз баға қойып берермін, а? Тапсырма да жоқ, басқа да жоқ. Қайдан келдің? Сол ауылыңа табаныңды жалтыратасың сен қыз деп шүйлікті. Солай ма? Даусы қатқылдау шықты Сайраштың. Осыдан сіздің алдыңызға барып,
Сынап тапсырсам, Сайрагүл атым құрсын. Өзіңіз ақ артымнан жүгіріп баға қойып бересіз маған. Не деп сайрап тұрсың, Сарышеве? Шыққаны кабинеттен. Ағай, айқайламаңыз. Қазір өзім ақ айқайлаймын. Директорға барып айтам сіздің менен не талап етіп отырғаныңызды. Иә, не талап етіп отырмын сенен? Айта ғой. Оқудан шығып кетесің сен? Деп орнынан тұрып келе бергенде, Сайраш бар даусымен, құтқарыңдар, мама деп айқайлады. Сол сәтте сенімді серігі Гүлден де есікті жұлып алғандай кіріп келді. Сайрагүл, ағай, не істеп жатсыз, мұныңыз не? Қызыңыздан да кішкентай студенттіңізді, деп көзін шарасынан шығарып жіберіп, жазықсыз жапа шегіп жатқан құрбысын арашалап қалғандай болды. Екеуі зып беріп кабинеттен шықты да, сыртқа шығып алып, бар дауыстарымен айқайлап тұрып күлді. Қақпас жалға айттым, тапсырма бер дедім, көнбеді. Көрсетейін саған Сарышевенің қандай екенін. Оқудан шығарам деп қояды, өзі жұмыстан шығады енді. Көрде тұр, ертең өзі іздеп келеді екемізді. Мінгірлеп алдымызда тұрмасам, маған кел, алдымда қордай жорғалатамын сорлы шал сені. Деп Гүлден құрбысын құшақтап алып, рахмет айтқандай болды. Бұл оқиғаның соңы дәл осылай Сайраш айтқан сценарий бойынша өрбіді. Мұзафаровты жеңген Сайрагүл Сарышевеға қалған мұғалімдерді шыр көбелек айналдыру бойым болмады. Кейбіреуін топ болып үстіңізден ары жазамыз, парахор деп атыңызды ауданға шығарамыз деп қорқытатын. Баяғы мектебіндегідей оп-оңай тойын тойлап жүріп, бес алатын болды. Солай жүріп 3 жылдық сырғып өткені білінбей, Сайраш Тойгүлде техникумды бітірді. Ендігі бет алысы жақсы жұмыс пен жақсы күйеу табу. Шаңы бұрқыраған ауылына барғысы жоқ. Күйеу демекші, техникумда жүргенде небір жігіттің серілері, шанына келгенде оңайлықпен жалын сипата қоймайтын, шылқылдай тексініп, тебініп қалатын. Атағы дардай Сайраш сұлудың сынақтарына көп жігіт шыдас бермей, өз жолдарымен кеткен. Ара-тұра көңіліне жақпаған қыздардың сүйіктілерін тартып алып, 10 шақты күн ары кетсе бір ай ермей кетіп, артынан құйрығына қоңырау байлап, тұрып қуып жіберетін. Қазірде сол жігіттермен қарасы көрінбей тұр. Бұл жолы да көмекке шыбын жаны Сайрагүл үшін Жампида құрбысы Гүлден келді. Екеуі студенттік кезеңде сабаққа барудан шаршағанда алтын уақыттарын теміржол вокзалына келіп өткізетін. Сол дағды бойынша дипломдарын құшақтап, бүгін тағы да вокзал маңына келді. Сайраш, мына вокзалда жұмыс жасасақ қалай болады? Рахат емес пе? Күнде пойыздарды қарап отырамыз. Демалыс күндері кез келген пойызға отырып алып, басқа аудандарға тартып отырамыз. Жігіттермен танысамыз. Қалай саған? Ойым дұрыс па деп Гүлден Сайрагүлге сыралы жүзбен емес, жалынышты көзбен қарады. Бар дағдыры мен бас билігі тек Сайраштың қолында тұрғандай сезілді. Оны бірден байқаған әккі Сайраш Гүлденге мырс етіп, немене? Вокзал бізге бай бола ма? Әлде келген кеткеннің жол серігі боп, осы жерге иіліп төсек, шәйліп жастық боп жатамыз ба? Күндіз-түні. Жұмыстың неше атасы табылады, алдымен бай табу керек, түсінесің бе? Бай деп бажырайып қарады. Сайраштың аузынан шыққан әрбір әрпін алтынға балайтын Гүлден байғұс сол сәтте қоңыр блокнотын ашып жіберіп, парақтап кетті. Көбірлеп блокнот беттеріне шимайланған телефон нөмірлері жазылған есімдерді атап отыр. Бір уақытта жерден жеті қоян тапқандай қолын шарт еткізіп, Сайраштан құшақтап алды. Табылды. Саған ұнайтын жігітті таптым. Менің нағашымның көршісінде Жарас деген жігіт бар. Өзі сондай қой аузынан шөп алмас момын. Біреудің жалғыз баласы. Өткенде мен нағашымның үйіне барғанда шешесі айтып отырған, біздің Жарасқа тәуірлеу, еті тіріп сықтау құрбыларың болса, әкеп таныстыр деген. Ақыры осында қалғын келеді екен. Кеттік, қазір барамыз нағашымның үйіне. Сол жерде көрші апаның көзіне түсеміз, қалайда. Бар өнеріңді салып, парасатыңды бойыңа жинап, ақылыңды қаптап толтырып, болашақ енеммен сөйлесесің құрбым. Айттым, бітті. Мен де тезірек тойға барғым келіп жүр. Жатақханада тұрған күндерімді сағындым. Тезірек жүр деп, Сайрагүлді дедектетіп ала жөнелді. Кешқұрым екеуі жайылатып Гүлденнің нағашысының үйіне келді. Техникумды жаңадан бітірген үлбіреп тұрған екі аққуды Гүлденнің сампылдаған жеңгесі қарсы алды. Бұрын соңды Сайрагүл студент кезінде бұл үйдің табалдырығын аттамаған еді. Жан-жағына барлап бір қарады, үйінде не бар, не жоқ, түгел көзімен түгендіп шықты. Сампылдақ жеңгесі абыр-сабыр боп, қайын сіңлісінің келгеніне
Қуанып, шай дастарханын жаюға кірісті. Гүлден шырақ аузыңнан тастамайтын баяғыда Алматыға оқуға түсіп тұрып, осындағы техникумды таңдаған құрбың осы болды ғой, қателеспесем. Қай ауылдың қызысың, Сайрагүл? Жұмысқа орналасайын деп жұмыс іздеп жүрсіңдер ме? Сендерге не керек жұмыс? Одан да Гүлден екеуіңді биылдан қалмай өзім ұзатайын. Нормальный бір бай жігіттерге ұзатып, біреуіңнен құлағыма алтын сырға, біреуіңнен қолыма алтын сақина тағып алып, паңғып көрші қатындардың ішін күйдірмейін бе, одан да деп, сандырлаған күйі ас үйге кіріп кетті. Оның бір сұрағына да жауап бермеген Сайраш, үнсіз ғана ұялғандай боп ұяңдау бетпердесін киіп алды да, міз бақпай отыра берді. Гүлден де жеңгесінің жанында жүр. Бөлмеде жалғыз қалды Сайраш. Іштей тыжыранып отырса да сыртқа сыр білдірмей, көрші әйелге жамандап қояр деп, сылқымның рөліне ене қойды. Үсті басын жөнге келтіріп, сөмкесінен айнасын алып, беті басына опа-далабын жағып үлгерді. Бар ойы көршінің әйелі қашан келеді? Ол не дейді? Қалай танысады? Баласы қандай деген сұрақтарға жауап таба алмай, алдын ала өзін қалай ұстау керектігін жоспарлап отырды. Гүлденнің жеңгесі де аузы жабылмаған күйі лезде тамақ шайын дайындап, екі қызды төрге отырғызып, баппен шай қойды. Кенет есіне бірдеңе түскенде етегіне сүрініп барып, орнынан атып тұрып телефонға жармасты. Сағира, тез үйге кел. Келіндеріңіз деп келді, шайға кел. Уақыт жоқ, маған алтын сырға салатын қайын сіңілдерім отыр. Нағашысы жоқта қыздарды өзім ұзатайын деп жатырмын деп телефонды қоя салды. Осымен әңгіме бітті, Сайраштың жүрегі су ете қалды. Құдды бір енелер академиясының президентінің алдына мемлекеттік емтихан тапсыратындай маңдайынан тері бұрқ ете қалды. Осы сынақтан сүрінбей өтсең, қалада қаласың. Жарамасаң өз обалың өзіңе. Кетесің ауылға, баяғы Орынбайдың 40-тан асқан баласы сияқтыларға тиіп, етегің сиырдың боғынақ бұлғанып отырасың деп, ішкі түйсігі зілді бұйрық берді. Өз ойынан шошынған Сайраш қолындағы кесесін ұстай алмай, саусақтарына дейін дірілдеп, әбігерге түсті. Бағанадан бері құрып отырған жоспарларын нақтылап, болашақ енесінің алдында сыпайы ғана күлімсіреп отыру керектігін миына құйып шегелеп қойды. Сасқанынан көрші әйел кіріп келгенде, әзіл қалжың аралас тұрып, иіріп сәлем салғысы келді. Бірақ шынымен бай іздеп келген екен деген ойда қалар деп, оны жасамайтын болды. Сайраша, шай іш, үндемей қалдың ғой. Біз қалжыңдай береміз солай, құрысын, қазір келеді сенің. Уайымдама, мынау іске әйел деп, бас бармағын көрсетіп көршісін мақтай жөнелді. Баласы да жақсы жігіт, көз алдымызда өсті. Тау қозғалса да қозғала қоймайтын момын қарағым. Баяғыда Гүлденді алып берейін дегенде, нағашысы қарсы болды, жиенім әлі жас деп. Болмаса біреудің жалғыз ұлы ешкімнен кем емес. Жұмысы бар, артық қылығы жоқ. Екеуің қосылсаңдар тіпті қатып кетер еді. Әдемі семе болатын едіңдер деп, көршінің баласының шырайын шығарып мақтап жатқанда, сыртқы есік ашылып, Сағира ханым кіріп келді. Есіктен кіріп келген Сағира апайға Сайраш орнынан тұрып сәлем берді. Жүзі шырайлы, жасы 50-ге таяған Сағира апай бұларға жылы қабақпен амандасып, үлкенге құрмет білдіргендеріне риза кейіп танытты. Шай үстіндегі әңгіменің барлығы Сағираның жалғыз ұлы Жарас жайында өрбіді. Сампылдақ жеңгелері қызды-қызымен көрші үйде болатын тойдың мерзіміне дейін белгілеп жіберді. Қазанның ортасына өте ыңғайлы уақыт. Далада қалып жатқан егініміз жоқ. Маңырап жатқан қорада отар-отар қойымыз жоқ. Ауылдағылар қай уақытта да тойға дайын. Сайраш үйінде қалған жалғыз қыз екен. Әке шешесінің алдынан өтуге өзім барам деп, бөсіп кеп жіберді. Мына қатының биыл аузы жабылама дегенде сөзге кезек ала алмаған Сайраш қатты жөткірініп, бағанадан бері киіп отырған парасатты бетпердесін шешіп жіберіп, сіздер мені келін қылып түсіріп, той жасап қойдыңыздар ма? Деп сұрақты төтесінен қойды. Моторына су кеткен машинадай боп сампылдақ, шенге ішіп отырған шайына қақалда да қалды. Мен сәл ыңғайсызданып отырмын. Оқу бітіргенім жаңа ғана, әке шешемін нанымды жегізіп, інілеріме біраз көмектескім келеді. Тұрмыс құру ойымда жоқ еді, жұмыс жасап қызмет етсем бе деймін. Жұмыс жасаған соң-ақ тұрмысқа шығуға үлгеремін деп отырғанмын. Жеңгей, алдымен мақтаған жігітіңізді көрейік. Жарасыңыз, бізді жақтырмай қалып жүрмесін деп, Сағираның бір ауыз пікіріне білмек боп, оған қарап жымиып, басын төмен қаратты.
Бұл Сағираға көрдің бе, мен қандай инабатты келінмін деген белгісі еді. Ойбай-ау, Сағира, мынада дап-дайын келіннен айырылып қалсаңдар, мен өмір бақи өз өзімді кешірмей өтетін шығармын. Не бар өте жасайтын? Мына екі бикешті балаң оралар, уақытқа көмекке шақырған бұл. Мен өзім ертіп апарамын. Жараспен танысып алса болды. Қалғанын Жарасжанның өзі ақ қатырар. Бір қызды келіншек етіп алуға сауаты жететін шығар енді. Қаланың қақшаңдаған сұржылан қыздарына қарағанда, осындай ауылдың тәрбиесін алған, көргенді жердің қыздары болғаны дұрыс деймін ғой енді. Анау Рыскүлдің келінін қара, кеше ғана келіп, бір баланы туа салып ата енесінің екі аяғын бір етікке тығып отыр. Қаланың қыздарының бар ойы тек жақсы байға тиіп алу. Бала туғасын көрсетеді, олар көрсететінін бәрін. Өз басым Сайраштың бойынан сондай мейірімділік пен жылылықты байқап отырмын. Нағыз ата ененің қолын жылы суға малып отыратын, қолынан іс келетін қыз ғой деп, Сайраштың да астына үлкен мамық жастықты қойып жіберді. Ішінен сары бәйбішеге алғысын айтып Сайраш отыр. Бұдан бөлекте көршісінің мұндай әңгімелерін естіп, кейде қалжың кейде рас тірліктеріне ете үйренген Сағирада құрылған жоспарға қарсы шыға қоймады. Әңгіме базардың соңы кешкілік Сағираның үйіне екі қыз перде тігіп көмектесуге баратындығын аяқтады. Сол уақыттарда Жараста жұмыстан келеді. Ол жерге барғанда да Сайраш бетіндегі парасат бет пердесін қабаттап, инабат бет пердесін киетін болды. Тез арада Жарастың алдында қалай тұрып, қалай сөйлейтіндігін ми парақшаларына қып-қызыл әріппен бат етіп тұрып жазып алды. Ұмытқан жерлері болса есіне салатын суфлері гүлден бар. Алға, сары шева. Перде тігуге келген аты болмаса өмірінде сынық, тебен сабақтап көрмеген Сайраш. Жарастың қандай адам екенін барлап, ыңғайы келсе құрығына мақтап түсіруді ғана көздеді. Солай болды да. Сол түні Жараспен бірге орталықтағы саябаққа барып, болашақ жарының бар құпиясын ақтарып, дегеніне көнетінін біліп, көңілі орнына түсіп, той мәселесіне дейін кесіп пішіп, бақтан бас айналып, Гүлденге келіп тағы да тегін алғысын төгесе алды. Гүлден жалғыз саған ғана бар құпиямды айтатынымды білесің ғой. Мен енді осы Жарастың етегінен ұстап, осында қалмасам ауылға кеттім дегенше бүкіл ауылдың, тіпті көрші ауылдың сырттандарына дейін маған көз тігіп отыр білем. Осы қыз қашан келер екен, келсе бірден алып қашу керек деп, сауыт саймандарын сақадай сай етіп отырғандар да бар шығар. Мен Жараспен келісіп, тойды осы айдың аяғына белгілеттім. Оған дейін ауылға бармай осында қалғаным дұрыс шығар. Нағашыңның үйінде жата тұрса қайтеді, қалай ойлайсың деп, Гүлденнен ақыл сұрағандай мүлейімседі. Мемлекеттік маңызы бар шаруаны өзімен ақылдасқандай Гүлденде қомпиып, сол жерде ақ бұл ұсынысына мөр басып, қол қоя салды. Көрші үйге кеткенше осында тұрасың. Нағашыма өзім айтам, қашанда мен сенің жаныңдамын. Жарасыңа өзім аманаттап тапсырамын сені деп шелпініп қалды. Гүлден Құдайдың да Сайраштың да алдында берген аманат сертін орындап, жан құрбысының қалада қалуына зор ықпал етіп, өте маңызды істі атқарып тастады. Сайраш сұлу бөтен үй босағасын аттап, келін деген статусты қанжығысына байлағанына дейін айдан асты. Енесінің айтқан бір-екі ауыз ескертпелеріне көтере алмай, соңғы уақытта бөлек шығудың қамын ойластыра бастады. Бұрындары бетіне келіп ешкім сын айтпаған бикешіміз енесінің ақылдарын ауыр бұйрыққа теңеді. Оның айтқандарын жасаудың орнына керісінше жасап, ыдыс-аяқтың сылдырын көбейтуге күш салды. Бір күні таңғы ас дайындалмай Сайраш тас бүркенген күйі бөлмесінен шыға қоймады. Ол қайнатқан бір құман шайды өзімде қайнаталам дегенде, енесі де жұмған аузын ашпай отыра берді. Дастархан басында Жараспен шешесі ғана. Осы үйдің келіні қайда? Тағы не болды? Қай баласы етегіне оралып қалды деп, енесі даусын қаттырақ шығара сөйледі. Осы сәтті күткендей төсектен басын жұлып алған күйеуі ас үйге Сайраш жетіп келді. Ешқандай балам жоқ, оратылып жатқан. Ел қатарлы жұмысқа барғымыз келеді біздің де. Таңның атысы, күннің батысы осы үйдің таусылмайтын тірлігімен жүріп, қартаятын шығармыз. Келін болсаң жұмыста да болады, бәрі де болады, деген едіңіздер. Алған дипломым сандықта жатыр. Жұрттың таңмен таласып жыбырлап жұмысқа дайындалады. Мен де жұртмен бірге жұмыс жасап, әрі қарай өскім келеді.
Өздеріңіз жұмыс тауып бермесеңіздер, өзім-ақ бір жерге орналассам деп едім. Күнде күтсем, ол да жоқ. Бүгін өзім шығып, жұмыс іздеймін. Қаласаңыздар да, қаламасаңыздар да осы деп, жылып алғандай сыртқа беттеді. Бағанадан бері келіннің сөзін тыңдап отырған Сағира жұмған аузын ашпай, ойындағысының барлығын бүгіп қалды да баласына қарап: жұмысқа тұрам десе тұрсын, мен оған жұмыс тауып берем деп, келін боларында әктіге қол қойып алғаным жоқ. Барам деген жеріне барсын, келем десе келсін. Онсыз да таңым батып, күнім батқан. Бір шайнекті қайнатып ішуге құдіретім жетеді. Сағираның қандай екенін білмейді екенсің, Сайраш жаған. Үндемегеннің бәрі жуас емес. Әлемнің ақылын жинап алсаң да, менен аса алмассың, деп қасқайып отырды. Ал сен әйеліңе ақылды айтпа, керісіп ұрыспады. Ләм-мем деместен, ұлы дастархан басынан тұрып, екі оттың ортасында тұрғанын сесіп, жұмысына аттанып кетті. Сағираның да адуында әйел екенін жақын маңдағылардың бәрі білетін. Шешесіне қарап қарсы сөз айтпайтын ұлы әйеліне де жарытып ештеңе дей алмады. Бұл тартыс 3 айға созылды. Енесімен күнде шайқасқа түсіп, таңертең жұмыс іздеуге шыққан Сайраш кешке бірақ оралатын болды. Арпалысып жүріп 3 айдың қалай өткенін білмей қалды. Таңнан қара кешке дейін жұмыс іздеді деген аты болмаса, үйден 40 қадам ұзағаннан кейін газет сататын киоскінің жанында гүлдей жайнаған құрбысы гүлден күтіп тұратын. Екеуі қол ұстасып, алып баяғы қыз күндерін еске алып, саябаққа барып балмұздағын жеп, одан қалса кезінде жастық шақтары өткен теміржол вокзалының маңын торуылдайтын. Вокзал маңындағы асханадағы тағы да бір өздері сияқты өнерлі арумен танысып алды. Майрада күнде келетін тұрақты клиенттеріне шайды тегін беретін жағдайға жетті. Үшеуі ауданның 3 бәйтерегіндей келген кеткеннің көзін ала бере артынан өсектеп, өрнек өретін. Бұл маңда жүретіндердің қайсы немен айналысатынын, кім-кімнің танысы екенін Майра шемішкедей шағып, шеріктеп беретін. Аудандық ауруханада санитар болып жүрген Гүлденде сол ауруханадағы дәрігерлермен медбикелердің арғы ата-бабаларына дейін түгендеп, әңгіменің сорпасын сапырып, майын ағызып жібергенде Сайраш қана тек енесін жамандаумен шектеліп қалатын. Қыздар, менің бір құпиям бар. Сендерден жасырмаймын ғой, мен енемді жеңем десем, жеңіліп қалатын түрім бар. Жұмысқа орналасып кетпесем, Сағира сайтан күннен күнге үндемей безірейіп жеңетін сияқты. Не істеуге болады? Ақылдыларым-ау, маған ой қойсыңдаршы деп, жыламсырағандай күй танытты. Қорықпа, Сайраш, бұрын біз сенен кеңес сұрайтын едік, енді бізде саған қолымыздан келгенін аянып қалмаймыз. Менде жақсы бір ұсыныс бар, оны жасау саған түкке тұрмайды. Ол үшін сен маған ертең жұмысқа кел. Мен қазір барлығын айтам. Сен соны жасасаң болғаны деп Гүлден шабыттана түскенде, Сайраш кәдімгідей таңырқанып қалды. Өйткені бұрын небір сұрқия ойлар мен жұмысқа жоспарларының негізін қалаушы да, басты орындаушы да өзі болатын. Ішінен, жарайсың шәкіртім дегендей, Гүлденге қарап аузын ашып отыра берді. Аудандық аурухананың алдына таңғы 8-де келіп болған. Сайраш есік алдына Гүлденнің шығуын күтті. Көп күттірмей жайраңдап, екі езуі екі жаққа жайылып, Гүлден шықты. Құтты болсын, подружка, сен енді Сағира қатынды тошта жеңесің. Әрі қарай не істеу керектігін өзің білесің. Бірақ бірдеңе дұрыс болмай жатса айтарсың. Мен де осы жерде тегін жүргенім жоқ. Мен жақтан проблема болмайды, ол жағынан алаңдама. Жараспен сөйлес, сосын барып, ана жалмауыз кемпірмен екеулеп сөйлесерсіңдер. Жеңіс тіледім, құрбы жаным деп, ішке қайта кіріп кетті. Гүлденнің берген конвертін алып, асықпай үйіне келді. Түскі ас кезінде дәл түсті. Жараста келген екен. Дастархан басына жайғасып жатып, Сайраш қайтадан бөлмесіне кетіп қалды. Артынан Жарастың келуін күтіп, жабық тұрған бөлменің есігін тыңдады. Көбірлесіп сөйлескен шешесі мен баласының даусы қаттырақ шықты. Жарастың бері қарай келе жатқанын сезді де, өз бөлмелеріндегі керуеттің жанына тізерлеп отырып, сұқ саусағын барынша аузына салып, лоқсып жіберді. Есік ашылғанда көзі атыздай боп лоқсып жатқан әйелін көріп, Жарас қалшайды да қалды. Тағы не болды? Мұнда отырғаның не? Ауырып тұрсың ба деп, әйелінің жанына келіп ол да тізерлей кетті. Жарас, мен лоқсыға басылмай, айтар сөзін бөлшектеп жіберді. Мен жүктімін. Неше күннен бері менің жағдайымды ойлап жатқан кім бар осы үйде? Күнде ауруханаға барып дәрігерге көріндім. Акушер-гинекологтың анықтама қағазын алдым.
Еш қайсың хабарың жоқ. Түнде төсекте жатқанда да сұрасаң болар еді ғой. Қайда бардың, не істедің деп. Ол да жоқ сенде. Ұрпақ жалғыз маған керек сияқты. Басқа құрбыларымның байлары асты үстіне түсіп, езіліп барады. Сен болсаң таңда кетіп, кешке келіп тамаққа тойып шалқаңнан түсіп, қорылдап ұйықтағанды ғана білесің. Ағайын туыстарының алдында жалғыз ұлынан ұрпақ жоқ әлі деп, сөз келмесін деген оймен жаным ышқынып, мен жүрмін деп кемсеңдеп жылап, күйеуінің алдында әлсіз ғана нәзік жаратылыс иесі екенін танытып, көз жасына ерік берді. Күйеу құшақтап алып, айналып толғанып, қалағаныңды жасаймын деп есіктен атып шығып, шешесінен сүйінші сұрады. Мама, сіз немерелі болатын болдыңыз? Менің балам болады. Келінің жүкті. Бүгін ғана анықтама қағазын алыпты. Неше күннен бері дәрігерге қаралып жүріпті. Бұйырса келесі жылы немереңізді бағып отырасыз, деп қайтадан әйеліне келіп өбектеп есі шықты. Бар ашуын ұмытып Сағирада қуанғаннан келінін келіп маңдайынан сүйіп, үйден шығармай 9 ай, 10 күн өз бақылауына алып, бағып қағатынын жеткізді. Болды, осы күннен бастап Сайраш қаншайым. Әрине Гүлденге рахмет. Ол болмағанда жалмауыз санаған енесінен нокаут алып жеңілерметі кім білсін. Сайраштың ендігі сиясы кеппеген жоспары бөлек шығып, жұмысқа тұру. Әзірге үй қамақта ұстап, жұмысқа жіберетін түрі жоқ енесінің. Ол үшін не істеу керек? Біраз уақыт демалып алып, Гүлденмен кездесіп қайту керек. Келісіп пішкен тонның келте болмайтынын санасына сіңірген Сайраш құрбысымен ақылдасудың артық етпейтінін біледі. Тағы 1-2 ай өтсін, ол күнге де жетерім деп, іште өзіне жұбаныш беріп қойды. Оған дейін тыңғылықты дайындалып жоспарын пісіріп алуды ойлады. Күн артынан күн жалғасып, бөлек шығу операциясын орындайтын кезде келді. Түскі дастарханда көңілсіз отырған Сайраш енесіне қарап сөз бастады. Апа, мен ғана емес, осы елде жүкті болып отырған. Жүкті екенмін деп жата бергенімде дұрыс емес шығар. Айы күні жақындағанда да жатармын үйде. Оған дейін жұмыс жасағым келіп жүр. Ішімдегі балада қозғалысқа түсіп, тезірек дені сау боп жетілу керек шығар. Мен ертеңнен бастап құрбыларыма хабарласып жұмыс іздеймін. Жарастың мойнына мініп алғандаймын. Жалғыз өзі қай жағына жеткізеді тапқанын. Септігімді тигізейін менде. Ауылдағы әке-шешемде менің жұмыс жасап, алған дипломымның бос жатпағанын қалап отыр. Үйде жатып серіге бастадым. Шыны керек. Уақытыммен күтініп жүрсем болғаны, сізге де салмақ салмайын дедім. Темір жол вокзалында бір таныс келіншек бар еді. Ертең соған барайын деді. Енесіне бұл сөз мүлдем ұнамады. Қарағым, бұл үйде саған ешкім ақша тап деп отырған жоқ. Айналдырған жүйеміз. Ашық қалып бара жатқан сияқтымыз. Темір жол вокзалы деген күндіз-түні ауысыммен жасалатын жұмыстары бар қиын жер. Ол жақта не жұмыс табылады? Жарастың мойнына мінетіндей біз оған салмақ салып не істеппіз? Осы үйдің еркегі сол болғасын асырауға міндетті. Сосын жерде ауылдағы әке-шешеңе дипломының сандықта жатқанымен, бір мекемеде тұрғаны маңызды емес болар. Олар сені бақты, қақты, өсірді, тәрбиеледі. Ендігі жерде мен шешем сенің жұмыс жасайтыныңды да, үйде отыратыныңды да. Маған немеремнің дені сау боп, аман дүниеге келгені ғана маңызды. Сондықтан осы жұмыс туралы әңгімеңді доғара қой деп кесіп айтты. Тұла бойын ашу ыза кернеген Сайраш мұндай жауап күтпеген еді. Ендеше менің де бас билігім сізде емес. Бұл үйге бала туып байланып отыру үшін келмедім. Мені қорадағы байлаулы баспақтай ұстай алмайсыз. Әке-шешемнің еңбегін ақтап, жұмыс жасағаным жақсы еді. Келін болардағы сөздеріңіз басқаша болатын. Тұншығып өлетін болдым. Мен жұмыс жасаймын. Маған сіздің қарсылығыңыздың құны 5 тиын. Жөн сілтеме десем, кері тартып менің осы үйде омалып отырғанымды ғана қалайтын сияқтысыз. Кешіріңіз, мен одан әріге шыдай алмайым деп сыртқа шығып кетті. Кешкілік Жарас жұмыстан келгенде төсекте бүк түсіп жатқан әйелін көріп, сәресі ұшып кетті. Шешесі көрші келіншектің үйінде тойда жүрген. Келе салысымен қаншайымын құшақтап, не болғанын білгісі келді. Жарас, сенің шешеңе немере керек емес екен. Менің сығырданымды қайнатып ақ бітті. Мен енді кетемін. Бөлек кетем. Жүрсең жүр, қалсаң шешеңнің жанында отырарсың. Саған қатын табылар, маған бай табылмаса да. Ішімдегі баланы басқа жерде де туа аламын.
Бірақ мен шешеңнің сен жоқта көрсететін қитұртқылықтарына шыдағым келмейді. Сенің көзіңше ғана әдемі үнсіз, сен жоқта шайқас басталады. Қазір осының бәрін шешеңе айтсаң, өлгенде мойындамас. Жұмысқа шыққым келетінін айтқаным сол еді. Менің ауылдағы әке-шешемеден тіл тигізіп, қаралап тастады. Көп нәрсені саған айтпадым осыған дейін. Жалғыз ұлы ғой, жалғыз шешесі ғой деп. Ертеңгі күні қатты ашуланғанда ішімдегі балам түсіп қалса, шешең менің орныма бала көтеріп бермейтін шығар қайтадан. Бас билігің менің қолымда деп, мені қорадағы сиырдай көреді деп, еңірдеп, солқылдай жөнелді. Не істерін білмей салы суға кетіп, басын ұстаған Жарас тұңғиыққа батты. Сол аралықта күйеуінің арқасынан құшақтап, Сайраш майдалай бастады. Жарас, сен мені жақсы көресің бе осы? Үйленерге дейін біз қыз бен жігіт боп, қол ұстасып жүрмедік. Мүмкін сенің өз сүйгенің болған шығар. Өзімді соңғы кезде іште жеп, түрлі ойлардың жетегінде жүрдім. Жалғыз анаңның айтқанына көніп, мені ала салдың ба? Айтшы шыныңды. Егер солай болса, мен сені түсінуге тырысам. Әлі де кеш емес. Қаласаң баланы алдырып тастаймын. Менің осы үйде тұрғанымды нақ қаламасаң, ертең ақ кетуге даймын. Ренжітсең де ренжімесең де мен бұл үйде тұра алмаймын. Қаланың бір жерінен үй табылар, жалғыз боп өмір сүрермін, көп болса. Ауылға барып қайтып келген жаман қыз деген атақ арқалағым келмейді. Екеуміздің бақытты боп кететінімізге күмәнім келе бастады. Өзің көріп отырсың, анаңмен басым бір қазанға сыймайтынын. Өмір бойы жанында болғанымды қаламасаң, сен де айт, мен ешкімге кінәламаймын, деп ағынан жарылды. Күйеуінің жақсы көретінін білсе де үлкен сұрағы бар Садақтың оғын Жарасқа бұра салды. Жоқ, Сайраш, мен сенің жанымнан бір елі кетпегеніңді қалаймын. Анамды қалай тастап кетеміз? Өмір бойы мені ешкімнен кем қылмай өсірді, адам қылды. Иә, білем. Анам да қарапайым ғана көңілге қарап сөйлейтін жай адам емес. Ұнамаған бет жүзіне қарамай тіке айтатын адам. Өмірдің өзі оны қаталдыққа үйреткен солай. Ешкімнің ала жібін аттамай, өзі еңбектеніп келді. 37 жасында жесір қалып, маған әкемнің жоқтығын білдіртпейін деп барын салды. Ендігі арманы немере сүю деді. Сен келгесін көңілі бірленіп, қуанғанын да білем. Соңғы кезде мінездерің мүлдем сәйкес келмейтінін де біліп жүрмін. Біле білсең артық айқай шуды қаламай жұмыстан кейде кеш келетінім де сол. Бұрын біздің үйде шыбынның ызыңы естілмейтін тыныштық еді. Сонда тыныштықтарыңды берекесін алған мен екенмін ғой енді, білдім. Бөлек шықпай-ақ қой, жүгімді жинап өзім кетем деп, долдана бастаған әйелінің қолынан ұстап қалды. Бөлекте шығамыз. Маған ойлануға уақыт бер. Мен сені жылатпаймын деп, сыртқа бетте бергенде артынан күмілжіген күйі, оның барлығын анашыңа өзің жеткізерсің деп, азалы бетіне қан жүгіргенде төсекке керіле кетті. Осы уақытқа дейін Сайрагүл құрған қақпаннан ешкім құтыла алмаған. Алға қойған жоспары ешқашан аяқсыз қалмаған. Жеңіс туын өз қолында желбіретіп үйренген Сайраш, бұл жолы да жартылай жеңіске жетсе де деген істетті. Жартылай жеңіске жетті дейтініміз, бөлек шығып кеткенмен, күйеуі анасынан бір жолата бас тарта алмайды. Осы ой қылаң бергенде Сайраштың түпкі мақсаты бауыр еті баласын анасынан бір жолата ажырату еді. Десек те әрдайым айтқаны 100% бола бермейтінін ескеріп, уақыт өте 100%-ық көрсеткішін жүзеге асырармын дегендей болды. Бастысы сүйікті отағасын ертіп, қош бол, Сағира, деп ақыры аудан орталығының теміржол вокзалы жанынан 2 бөлмелі пәтерге көшіп тынды. Баласының бақыты үшін Сағира да тілін тістеген күйі келініне қарсылық білдіре алмады. Жан жағындағы сыпсың өсектер тергендерге шемтік болмас үшін келіннің аяғы ауыр жұмысына жақын жерге орналастырып жатырмыз деумен құтылды. Әйткенмен, енді келінмен бет көрісе қоюы неғайбыл. Дүние мүлкін жиған болған Сайрагүлге келіп соңғы рет Сағира былай деген: «Әй қарағым-ай, ішімнен шыққан шұбар жыланымды қимасам да, о баста сенің қойныңа әкеп берген өзім едім. Қайтейін, жалғызым, бақыты болса болғаны. Немеремді әкеп иіскетіп тұрарсыңдар. Мазаларыңды алып бармай-ақ қойдым. Өз панамды өзімде жылыта алам. Әке шешеңе де бір ауыз тіл тигізбеп едім. Оларға айтып арызданбағанда едім. Қыз күніңдегі бетіңнен төгілген ибаға сеніп қалдым. Жасырмай айтып қалайын, атаңа не істесең,
алдыңа сол келер деген. Өзімде ата ене болмады, Жарастың әкесі жетім өскен. Қайдан білейін енді, қатарлы жақсы отбасы боп, көсегелерін көгеріп, көргенде ұрпақ дүниеге әкеліңдер. Әкесінің артынан қалған жалғыз тұяқ деп, баламның бетінен қақпа бетім. Оным дұрыс болмады. Бұрыс болды ма, бір Құдай өзі білер. Адамның көңіліне қарамай кесім айтып, ақ пен қараны дер кезінде айтсам да ешкімге кесапаттығым тимеген сияқты. Қай жерден жаңылысып, шалыс басқанымды біле алмай тұрмын. Ағайынның табасына қалмайын деп келдім осы күнге дейін. Жалғыз ұлын дұрыс тәрбиелей алмапты дегенде естімедім. Баламда бетімді жерге қаратпаған. Шынашақтай кезінен әкесінен алмағанда менің қаталдығымның арқасында бойына сіңірді. Осы шаңырақтың қожасы өзің деп құлағына құйып өсірдім. Жаман ана болмаған шығармын. Қайдам енді, жаман ене болам деп ойламадым. Қызымдай көріп айтқан ақылдарымды теріс түсінгеніңе жаным ауырады. Жаман болсын дедім бе? Баламның көйлегінің жағасы кірлемесін, түймесі түгел болсын. Бар айтарым осы айналайын. Іздеп келсеңдер қуанам, іздемесеңдер оған да ренжімеймін. Бір кісінің басына жетерлік мінезім бар еді. Балам үшін сенің алдында жібектей болдым. Соны түсінерсің, Сайрагүл. Бәленің бәрін жасап, мені жер көкке сыйғызбай, түрпектеп алып, неменесіне ақыл айтып, насихатыңызды жүргізіп отырсыз. Балаңыз керек болса алып қалыңыз. Байға тимей тұрып та таңым атып, күнім батқан. Мен де сіздің сылбыр уәдеңізге сеніп келгенмін. Жұмысқа да тұрасың, ештеңеден таршылық көрмейсің. Жараспен араларыңа түспеймін деп, алдағаныңызға қарным ашады. Бөлек кетсем ішімдегі балаға зияныңыз тимесін деп кетіп барам. Сіздің күнделікті оқылатын ұзын сонар пәлсапаларыңыз әбден қытығыма тиіп, шекемді тоздыра бастады. Ал естіңіз келгені осы ма? Деп есікке керіліп тұра бе қалды. Мұндай сорақылықты көрмеген Сағира, көзі көрмей, қаны басына шығып, әй қаншық, сен иттің күшігісің білесің бе? Адам асырамаған сені хайуанның төлісің сен. Тілімді қыштқаның жетер құрт көзіңді. Енді көрмегенім сен болсын. Жалғызым деп сенгенім ұлым еді. Ендігі жерде ол да бір шіріген жұмыртқан мен болар. Қатынның айтқан айтағына сенген адамды төлім деп есептемей қояйын. Жоғалыңдар деп есіктен шығарып жіберді. Өлсем өлігіме келме, сен деп көмусіз қал жалмауыз деп, Сайрагүл көшені басына көтеріп айқайлап кетті. Сол сәтте аналық жүректің де мұз құрсанып, тас боп қаттатын сәті болғандай Сағира алақанын теріс жайып, ұрпағын көгермей жатып, көктей солсын теріс батамды бердім деп, дарбаза есігін тарс жапты. Осыдан кейін бұл есік ұлына да келініне де қайта ашылмастай болды. Екеуінің бұл жолғы шайқасын Жарас көрмеген. Сол уақытта жаңа қонысына жүк тиелген көлікпен соңғы жүкті алып кеткен еді. Осымен бөлік шығу тақырыбы жабылып, Сайраштың нағыз сайран құрар жаңа шағы басталды. Ендігі жерде әй дейтін әже, қой дейтін қожасы жоқ. Екі бөлмелі пәтерін өздігінше қан сарайына балаған Сайрагүл ендігі жерде ешкімге есеп бермей өмір сүрем деп шешті. Апта өтпей анасын сағынған Жарастың қипақтап келіп туған үйіне баруға жасаған ұсынысын қабылдамай қойды. Үй телефонымен анасымен сөйлескен күйеуін атарға оғы болмай, реті келсе телефон сымдарын жұлып тастауға барды. Бірақ ол телефонмен өзі де кешкілік құрбылармен сөйлесу керек. Гүлден құрбысымен кемінде 2 сағат жиналыс жасап, кезек күттірмейтін маңызды мәселелерді талқылайды. Бүгінде Жарас жұмыстан келіп анасының үйіне баруға қолға салды. Қапелімді Сайраштың бас сақминасы ұстап, қан қысымы көтеріліп жатып қалды. Шешеңді қатты сағынсаң барып кел, қаласаң жанында жатып біраз сырыңды ақтарып қонып кел. Маған көп жүруге болмайды, әрі-бері шапқылап жүріп, баламды түсіріп алармын. Керек десең маған ретсіз ашулануға да болмайды. Дәрігерлер солай айтты, күтіну керек маған. Ас суымды дайындап ішудің өзі ақырет боп тұр қазір, деп Жарасқа жалынышты көзімен қарады. Отырған жеріңнен су шыққандай нең бар еді, деп айтқысы келген Жарас, үнсіз ғана үйден шығып, шешесіне қарай құстай ұшты. Сайраш есіктің кілттенуін ғана күткендей, жатқан жерінен лып беріп телефонға жармасты. Жанталасып Гүлденнің нөмірін терді. Гүлденге де керегі сол, Сайраштың қоңырауы түскен кезде, мейлі күн болсын, түн болсын, барлық шаруасын кезекке тізіп қойып, алдымен асыл құрбысының уытты уағызын үйіп тыңдайды.
Ата-бабасы тіріліп келіп ескерту жасаса да, Сайрагүлдің пәтуасынан алмай, телефон ұстаған орнынан тапжылмаған емес. Құрбым, амансың ба? Кетті анау емешесі үзіліп шешесіне. Осының қай жеріне қызықтым мен? Аузынан сөзі үстінен бөзі түсіп тұрған сүмелек. Еркек деген атаудың өзін Құдай қателесіп берген осыған. Жұрттардың байы сияқты неге жалмаңдамайды бұл? Әбден Сағираның айдауымен ғана жүріп үйренген сияқты. Өздігінен сынық шиде сындырамайды. Сорлы неме. Жұмыс туралы сұрасам міңгірлейді де қояды. Осымен асығыс дейдім ғой деймін қателесіп. Дер кезінде көзін құртсам қалай деп сұрақты Гүлденге жіберді. Құрбым-ау, сен ешқандай асығыс деген жоқсың. Тұп-тура уақытында тұрмысқа шықтың. Тек қана енеңнің мейірім толы бетпердесін алданып қалдық қой. Жалғыз ұлының келінін алақанына салып, өкілеп отыратын шығар дегеніміз ғана қате болды. Бірақ сен өкінбе, байың жаныңда енді жұмыс тауып алсаң, басқасының барлығы өзің ойлағандай шешіле береді. Саған сенем ғой, подружка. Жалмауыздан құтылғаныңа рахмет айт тек. Отырсын енді қу тізесін құшақтап. Не бала жоқ, не келін жоқ. Даңғарада үйіне сидырмаған өзіне сауап болды. Құдай сақтасын. Ондай енелерден. Менікі ондай болмай-ақ қойсын деп тілейік. Ал енді ертең сен маған кел. Түскі уақытта шығып вокзалға барамыз. Майраға соғып оның қою шайын ішіп, әңгімеден біраз жіберіп, сол жерде вокзал бастығына кіріп сөйлесетін адам табармыз. Ол жағын Майруша да қатырады. Болды ғой, қақылдап жатқан енең жоқ. Вокзалда жұмысты түнеп жасаймын десең де өзің білесің. Жарас рұқсат берсе тек. Ой, Гүлішка, күлкімді келтірмеші. Жарастан рұқсат сұрап, соншама есуас болды дейсің бе? Барсақ, ертең барайық. Сағира да білсін, менің кім екенімді. Көреді осыдан вокзалдың бастығы болам әлі. Біраз ішім босап, тынысым ашылып қалды. Рахмет саған, ақ құрбым. Ертең келем деп, телефон тұтқасын әзер дегенде қойды. Күйеуінің келмей-ақ қойғанын тілеп, ертеңгі вокзал бастығының алдына жарқырап киіп баратын қара масаты көйлегін шкаптан шығарып, айна алдында қолаң шашын олайда, бұлайда жайып айтар сөзін дайындап алды. Қалайда вокзал бастығының көзіне түсіп, алдағы 5 жылдықтағы жоспарларын қойын кітапшасына түртіп қойуды да ұмытпады. Әйтпесе ауруханада жүрген Гүлден құрлы, айлық алмай отырғанымен асханада бәліш пісіретін Майрадан көш соңында қалып бара жатқаны ішін тырнап өтті. Бой жеткен шағындағы әдетіне басып, айнаға қарап тұрып, өз-өзіне уәде берді. 5 жылдың ішінде, жоқ, 6 жылдың ішінде вокзал бастығы боласың, Сарышеве. Жұрттың бәрі келіп, Сайраш сұлу деп кабинетінің алдында кезекке тұрады. Ал анау Сағираны жаяу қалса да бірде-бір пойызға мінгізбейсің. Айттым, бітті, билет жоқ. Көп қабатты үйлердің көбісінің шамы сөнгеніне де біраз болды. Арасында бір ғана пәтердің шамы жанулы. Өйткені ол үйде атақты Сарышева тұрады. Түнімен дөңбекшіп, көз ілмеген Сайраш ұйқысыз таңды атырды. Ұйқыда жатқан Жарасты оятпастан кешегі масаты көйлегінің омырауына шешесі сыйлаған қызыл гүлі бар түйреуішін тағып, вокзалға қарай аяңдады. Жолда келе жатып күбірлеп, өз-өзімен тағы сөйлесті. Баяғы балаң қиялына ерік берді. Сайрагүл Тоқтархан қызы, жылдық құжаттары дайын тұр. Сіздің алтын қаламыңыз бен сүйріктей нәзік саусақтарыңыз арқылы қолыңызды қойып жіберсеңіз болғаны. Барлық бағыттағы пойыздар өз кестесі бойынша жөнелтіліп жатыр. Біздің станцияда кемшіліктер мен техникалық ақаулар жоқ. Есік алдында бөлім басшылары күтіп тұр. Кіруге рұқсат па деп хатшы қызды елестетті. Дәл қазір уақытым жоқ, кейінірек келсін. Бөлімдерді қазір өзім аралап тексеріп шығам. Қате табылмайтын болсын. Бәріне солай жеткіз дей бергенде, аяғы тротуардың бойында көлденең жатқан кірпіштің бөлшегіне шалынып, омағасы құлайын деп барып, бойын тіктеп алды. Оңбаған, миымды ашытпай шықшы кабинеттен. Ерігіп отырғандай ызыңдап, неге келе бересің деп, қиялыңдағы қатшы қызының жер жебіріне жетіп, сөгіп тастады. Вокзал маңындағы Майраның асханасы ашық тұр екен. Қашан келсе де ебіл-дебілі шығып жүретін Майра, тоқтап тұрған Алматы-Мәскеу бағытындағы пойыз жолаушыларына бәліштерін сатып, таңғы сауданы қыздырып жатыр екен. О, Сайрашжан, аманбысың? Вокзалдың бастығы сияқты жүрісің керемет. Қайдан жүрсің? Жарас қуып жібергеннен саумысың? Әлде төркіндетіп жолға шықтың ба? Әдемі көйлекті киіп алып, күн жарықта кіммен кездесейін деп жатсың?
деп сайрап жүріп, тостағандағы барлық бәлішін сатып болды. Қайдан жүргенімді шай ішіп отырып айтамын. Жүр, одан да ыстық қою шайыңды бер. Сенің шайыңды сағынып келдім, жерік боп. Қазір Гүлденде келу керек. Ақылдасатын шаруа бар деп, Майраны өзіне ентелетіп қойды. Ойбай-ай, осы сен қыздың ақ, бөлісетін құпияларың бітпесінші. Гүлден келетін болсам мен білмейтін. Бірақ білуім керек, бір нәрсе болды ғой. Кел жайғас, ауылдан келген сүтпен шай берейін саған, деп елпектей түсті. Гүлден келем дегенше Сайрагүл бар мәселенің төп төркінін түсіндіріп, Майраны құлағдар етті. Межелеген уақытта Гүлден де келді. Гүлденмен бірге асханаға бейтаныс келіншекте қоса қабаттасып кіріп келді. Бірінші бөлімнің соңы әңгіменің жалғасы бар. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, және жақындарыңызбен бөлісе кетіңіздер.